Бауыр ағзадағы ең маңызды мүшелердің бірі. Сырттан келіп түскен зиянды заттарды, алкогольдік ішімдіктерді залалсыздандырып, уытын қайтарып, өзіне үлкен соққы алады. Салауатты өмір салтын ұстанбай, дұрыс тамақтанбаса, бауыр мен өттің жұмысы бұзылады. Осы видеода бауыр мен өтті тазалайтын тиімді әдіс жөнінде айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер. Осы арнадан пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Бауыр мен өтті үй жағдайында тазалауды соқыр зондтау деп атаймыз. Бұл процедураны ересектермен қатар балаларға да жасауға болады. Егер сізді өт іркілісі, өт қоюлануы, ауызға ащы дәмнің келуі, майлы тамақ жегенде астың қорытылмауы, кекірік келуі, диарея немесе іш қатуы мазаласа, міндетті түрде тюбаж жасауыңыз керек. Әуелі бауыр мен өтті ультрадыбыстық зерттеуден өткізіп алған жөн. Өт қалтасы мен бауырда тастың бар жоғына көз жеткізіп алу керек. Тюбаж жасаудан 1-2 күн бұрын майлы, қуырылған, тез дайындалатын фастфудтарды жемегеніңіз дұрыс болады. Бауырды тазалауды аш қарынға жүргізеді. Процедура алдында 10-15 минут бұрын папаверин, ношпа немесе дротаверин сияқты спазмолитик ішіп аламыз. Ол өт жолдарының түтіктерінің босаңсуына жағдай жасайды. Содан кейін 1 стакан жылы суға 2 ас қасық магнезия порошогын салып, араластырып, толық ертіп ішеміз. Ішу барысында ащы дәмінен құсық рефлексі келуі мүмкін. Артынан таза су ішіп жіберу керек. Ішкеннен соң оң жақ бүйірге жатып, бауыр тұсына жылы грелка қойып жату керек. 1,5-2 сағаттан кейін үлкен дәретке баруға тура келеді. Магнезияның орнына ксилит, сорбит, минералды суды пайдалануға болады. Бірақ тиімдірегі магнезия болып табылады. Бұл процедураны профилактикалық мақсатта жылына 1-2 рет жасап тұруға болады. Ал емдік мақсатта дәрігердің нұсқауымен жұмасына 1 рет 1 ай көлемінде жасауға болады. Егер өт қалтасында бауырішілік өт түтіктерінде тас болса, бауыр кисталарында жүктілік кезінде жасауға болмайды. Тюбажды жиі жасауға да болмайды. Тоқ ішектегі пайдалы бактерияларды шайып кетеді. Сонымен қатар организм сусыздануға ұшырайды. Видео ұнаса лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.